Қызылорда облысы Арал ауданында кезекте тұрған 40 отбасына жаңа пәтердің кілті табысталды. Жаңа үйлер Болат Өтемұратов қорының бала мекен жобасы аясында бірнеше жылдан бері баспана тауқыметін тартқан жандарға тегін берілді. Үйлерді үйлестіруде ең әуелі жаңа қоныс иелерінің әлеуметтік және денсаулық жағдайы ескеріліпті. 8 баланың анасы Гүлдария Межанова жалдамалы пәтерден пәтерге көшіп, үйсіз-күйсіз жүргенімізге 5 жыл болған дейді. Жақында өзіне жаңа пәтердің кілті табысталады деген хабарды естігенде үстінен жүк түскендей болыпты. Осындай қиыншылықтарда қолдау көрсеткен Болат Өтемұратов қорына алғысым шексіз дейді көп балалы ана. Қуаныштан толқып тұрмын. Жүрегіміз өзімізде жоқ. 5 жыл бойына 5 есік тоздырып, әркімнің қасқабана қарап, балдарға үй дегенне әйтеуір құтылғанымызға қуаныштымыз. Қазірге дейін басты мәселесі баспана болып келген 40 отбасының қоныс тойына облыс әкімі Гүлшара Әбдіхалықова да келді. Ал Арал ауданының тұрғындарына табысталған осы пәтерлерді сатып алуға қор 300 миллион теңге жұмсапты. Жаңа пәтерлер жарық, газ және ауыз сумен қамтамасыз етілген. Сонымен қоса мұнда су жылытқыш құрылғы мен газ плитасы да бар. Ең бірінші апатты үйде тұрып келген 14 жанұяға берілді. Ал қалғанын пәтер кезегінде тұрған көп балалы аналарға, мүгедектерге және мүгедек балаларды асырап отырған жандарға, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға табыстап отырмыз. Ал биыл қуаңшылыққа байланысты дәл осы Арал ауданындағы аштықтан малдары қырылған шаруаларға Болат Өтемұратов қоры 263 миллион теңгеге көмек көрсетті. Бұл ақша мал азығы және техникалар сатып алуға, құрғап қалған су айдындарына, канал қазуға жұмсалған. Айта кетейік, осы қордың қолдауымен 2019 жылдан бері қазақстандық 390 жанұя баспаналы болған. Абай Нұржан, Рахымжан Ысқақов, Информбюро, Қызылорда облысы.